Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің қазақ тілі пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Бүгінгі сабақта сенің білетінің сөзде у дыбысының дауысты не дауыссыз екенін ажырату. Қазақ тілі бал тілім, өзің барда шалқимын, тілімнен нәр табармын, тіліме кім тағармын деп қазақ тілі сабағын бастаймыз. Ал балалар, енді барлығымыз бірге жұмбақ шешейік. Уықта бар, жайықта жоқ, суықта бар, қайықта жоқ. Балалар, біз қандай әріпке байланысты жұмбақ шештік? Өте дұрыс айтасыңдар, жауаптарың дұрыс. Бүгінгі сабақты түсіну үшін бейнематериалға назар аударамыз. У дыбысы дауыссыз дыбыстан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын келгенде дауысты болады. Мысалы, су, улы. У дыбысы дауысты. Бу, су, ту, жусан, шумақ. Дауыссыз. Тау, қауын, тауық, уық, ауа, ау. У дыбысының дауысты болуы. У дыбысы дауысты да, дауыссыз да болады. Дауыссыз дыбыстан кейін және сөздің басында дауыссыз дыбыстан бұрын келген у дыбысы дауысты болады. Мысалы, ту, шулы, нулы, қуаныш, қулық, тасу, бағу, уқалау, умаждау, ушықты, уралау, улы. Дауысты у дыбысы сөздің басында келсе, жеке буын құрайды. Мысалы, уқалау, умаждау, ушықты, уралау, улы. У дыбысының дауыссыз болатыны. У дыбысы дауыссыз да, дауысты да болады. Мысалы, уайым, шулы, қауын, қулық, сәуір, оқу, ауыл, қару, бесеу, елу. Дауыстыдан соң келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, екеу, қоңырау, бауырсақ, сауысқан, қауын, дәуіт, егеу. Сөздің басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз болады. Мысалы, уыстау, уақыт, уыз, уылдырық, уілдеу, уәде. Енді тапсырмаларды орындайық. Балалар, сендерге суретте берілген ұлттық бас киімдер үлгілеріне назар аударыңдаршы. Қыз балаларға қандай ұлттық бас киім кигізіледі? Дұрыс айтасыңдар, бұл сәукеле. Енді осы сәукеле сөзіндегі у дыбысына назар аударыңдаршы. У дыбысының алдыңғы дыбысы дауысты болғандықтан, бұл сөздегі у дыбысы дауыссыз болады деген қорытынды шығарамыз. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Дәптермен жұмыс 17-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жазып, дауысты у дыбысын астын 1, дауыссыз у дыбысын астын 2 сызықпен сыз. Өте жақсы.
Келесі тапсырмаға назар аударайық. Кестені тиісті сөздермен толықтыр. У дыбысы дауысты болатын сөздерді жаз, У дыбысы дауыссыз болатын сөздерді жазып шық. Тапсырманы орындап болсаңдар, жарайсыңдар. Тапсырманың барлығын орындап болсақ, жетістік баспалдағы әдісі арқылы бүгінгі сабағымызға рефлексия жүргізейік. Өте тамаша. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.